Ең алдымен Кемероводағы трагедияға байланысты Ресей халқына көңіл айтқым келеді. Өздеріңіз біліп отырғандай, жақында Ресейдің Кемерово қаласында зимняя вишня сауда үйінде өрт шығып, кем дегенде 64 адам қаза тапты. Мен шын жүректен көңіл айтамын. Ал Қазақстандағы биліктің өкілетті органдары өрт қауіпсіздігі мәселелеріне назар аударулары керек. Еліміздегі ойын-сауық және сауда-саттық орталықтарында мынандай келеңсіз жағдайлар орын алса, таң қалмаймын. Ал мені таң қалдырғаны, жезөкшелерді жез қамшымен сабаған Жана Ахмадиев есімді әнші сымақ, не шоумен сымақ. Қай қалада осы келеңсіз оқиға орын алғаны мен үшін белгісіз. Алайда мен Ахмадиевтің жасаған әрекетін адамгершілікке жатпайтын, өте жиіркенішті әрекет деп есептеймін. Қалай дегенмен, өздеріңіз оның түсірген атшылы бейнесін қарап көріңіздер. Қай жерде сіздер гостиница ма әлде сауна ма? Бәрі өзімізде ма? Бәрі өздеріңізде ма? Түрлеріңізді көріп ғой? Жалпы қазақтың қыздар сіздер ғой, иә? Сіздер түрлеріңіз керекші? Мен үш қыздың ішінен любойын таңдай аламын, иә? Иә, бәрін таңдай аласың. Қай жақтың қыздар сіздер? Шымкентте бәрі білмейсіз бе, қай жақ екенсіз? Бұлай жалпы намыстамайсыңдар ма? Қазақтың қыздары болып тұрып, осындай тән сатып, ар сатып. Мысалы, қазақтың жігіттері шығып ертең, күйеуге шығамыз, болашақ ана әкелеміз деп, кішкене ұялмайсыңдар ма? Ондай ой жоқ қой сендерде? Сіздер мысалға, ал, ақша дейдік. Ақша табу нормал ғой. Мен сіздер бүгін сабайын деп келгем, негізі ше? Рұқсат болса бола ма сендер? Осыдан кейін, Жан, сен әнші де емессің, адам да емессің деп айтқым келіп тұр. Ол кісі ақша табу үшін қара пиармен айналысады. Не үшін әйелдерді ұрып соғасың, а? Ахмадиевтің әрекеті оның қазақтар арасында абыройын түсірді. Былтыр Ахмадиев жаман мінезі үшін талай рет соққыға жығылғанын да болатын. Кім білсін, бәлкім жезөкшелер оны былтыр ұрып соққан шығар. Және де сол себепті олардан үшін алып жүрген болар. Өткенде тіркелушілерім шетелдіктердің Jah Khalib пен Данэлии Тулешовның бейне клиптеріне реакцияларын көрсетімді сұрады. Ал ондай болса, тамашалайық. He looks Arab. Looks like Arab. Yeah. No? He looks like he's Turkish or something. I don't think this is authentic. This is what? I don't think it's authentic. Yes? Yeah, it's more like a... It's very contemporary. I mean, I don't know the folklore, so I don't know how it relates to the actual tradition. So I can't judge whether or not it's traditional or not, but the beat is very contemporary, very popish. Yes. It looks like a remix. I don't know, it sounds like Algerian Bride, if you've ever heard of it. It sounds very similar to that. He's a popular rap singer in Russia, in Ukraine, and in Kazakhstan as well, because he performs in the Russian language. So they're fighting over a woman? Yes. Wow. How so? Not cliche. Not cliche. It's very cliche. I'm being sarcastic. It's cliche, yes. It was cliche before us. Yes. The video's stupid, like honestly. They've spent a lot of money on it. And seriously, Yeah, they could have like done something with the words and brought out the words in a video So instead of just. You don't like war scenes? No, I do.
But in this video, But when it's not related and it does nothing to the actual song, why put war? I mean, honestly, people are sick and tired of wars. Why add a war to a freaking movie or a music video? in this situation, they just added the battle scenes because those guys, they were fighting over her. So does it make sense? Stupid. It's stupid. It's very stupid. Okay, it's your opinion. Some people would agree with you. With what? Would agree with you. Well, yeah. Taste Every differ. opinion has its agreements and disagreements. Yeah, do you share her point of view? Yeah, true. I think there is no point in going to war for a woman. Or for anyone. For anyone, yeah. Yeah. Even 500 years ago? And plus, this typical patriarchal idea that... If she's the only woman on earth, then it's possible to, No, but I mean this stupid gender idea that you're gonna have to go and fight with another man over a woman. I mean, she's not a freaking like... what the hell? You're not prey and predator. Yeah. It's supposed to be a love story, not one fighting over the other. It's not like that. It's not how it works. This is a traditional patriarchal way of looking at love, and it's stupid. It's stupid, I think. Yes, it's stupid. May I ask you? May I ask you? Are you a feminist? Of course I am. Okay. The picture, She's a singer? Yes, she is. She's so cute. She is from Kazakhstan. Okay. Yes, she is 10 years old. And she has participated the Ukrainian music contest. I know which one. I've seen her before. Dude, the guy is crying. Yeah, He's crying his be. eyes out. Yeah. So I'm guessing she's good. Yeah. I mean, she has a good voice. I've heard her before. She has a good voice. She's cute. And she's just 10 years old. She is the Justin Bieber of Russia, maybe. She's Kazakh. Bro, why? Maybe because Justin Bieber was young and famous. Why the hell is everyone crying? Why are they crying? Because she's... Maybe it's a war song because of look at her thoughts, they're burned. We don't have child singers in our country. Pop, you have no pop music, yes? In Pakistan. Or you We have? do have, but we don't have child singers. You don't? Child, Why? What? I don't know, maybe. Can you... Will you come to Kazakhstan? Why? You're invited. Oh, that's so sweet. Although I might, because my brother's fiance now is from somewhere there. Yeah, I see. From somewhere in the Middle East. No. She's from, I think, Kazakhstan. She's... Yeah, my brother's fiance. Oh, Like, yeah, they're yeah. gonna get married soon. I don't know where she's from. I think Kazakhstan or... Or Kyrgyzstan or Yeah, Tajikistan. that one. Kyrgyzstan, That yeah. one. Yeah, she's from there. Kyrgyzstan. Yeah, no, not Kurdistan. It's... Kyrgyzstan. Aywa? Yes, that one. Not Kurdistan. Evet, bu. So she's from Kyrgyzstan. Yes, that one. You will love that country. It's a smaller. I know, it's so cute and Yes. small, but they're so sweet. Yes, the beauty of nature in Kyrgyzstan will impress you. I know. It's true. And she's so nice. Anyway, Yeah. so yeah. So I might end up going to Kazakhstan, if not this summer, next summer, like when they get married. So we'll see. So, if you come to Kazakhstan, call me. I'll Facebook you. Because I don't think you're going to be here, right? You're Okay. going to go back home. I'll be back home in September. Okay, when you finish your master's. Yes, Yeah. sure. And Okay. you two then come to Pakistan from Kazakhstan. Yes, he invited Yeah. me last time. He said, come to Pakistan and enjoy your time. I said, okay.